Жемқорлық жайлы хабарлағандар 13 миллион теңгеге дейін сыйақы алады. Ал бопсалау дерегі бойынша ақпарат бергендер тіпті қаржыға көміліп қалуы да мүмкін. Өйткені ақша көлемі мемлекетке келтірілген залалдың жалпы сомасына байланысты анықталады екен. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ақпарат бергіштерді ақшалай жарылқап қана қоймай, оларды қорғауға да уәде беріп отыр. Сыбайлас жемқорлық фактісі туралы хабарламасы расталып, сот шешімі заңды күшіне енсе, бір жолға ақшалай сыйақы 4000 айлық есептік көрсеткішке тең. Биылдан бастап хабар берушілерді қорғаудың қосымша құралдары енгізілді. Яғни өтініш қаралып жатқанда, ол азаматтарды жұмыстан шығаруға, жалпы оларға қысым көрсетуге болмайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ақпарат бергіштерді ақшалай жарылқап қана қоймай, оларды қорғауға да уәде беріп отыр.